Серік мырза, сіз тойға жиі шығасыз білуімше. Иә. Шықтыңыз ба карантин уақытысында? Карантинден де, иә, бұрынғыға қарағанда сәл бәсеңдеді, дос екен біледі ғой, тойдың айналасында жүрген азамат. Карантинде жаңа менің орнымда отырған қарындасымыз айтқандай, тойдағы адамның саны, сосын өтетін орны сәл басқаша болды. Енді әрі кетсе бір 60-70 адамның төңірегі. Сіздердің бағаларыңызды қысқарды ма? Әрине, міндетті түрде. Қанша пайыз? Екі есе. Екі есе деп айтуға болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені бір жағынан ардыңсы ғой бұл. Алдыңда 50 адам отырса, өтетін жер өзі үй болса, немесе киіз үйдің ішінде палатка деп болып жатса, ол жерге әлденедей қылып біраз ақша сұрап тұрғанның өзі артықтау. Басты дүние карантинде негізі бағанадан бір айтып жатқан дүниеге үнемшілдік деген нәрсеге қазақ үйренген сияқты. Және де қазаққа той керек пе, керек емес пе деген сұрақтың төңірегінде айтатын болсақ, үлкен дау болды. Бұған дейін де қалай талқыланды, ақпарат құралдарында айтылған дүние ғой. 5 жылға мораторий жариялауды ұсынды, иә? Білуімше. Қазір енді ұсыныс күйінде қалып отыр. Ғабекең айтып отыр ғой, енді той болғаннан кейін қазақ айтады ғой, той тәрбие мектебі дейді. Енді алдыңа 300 адам келеді, оңтүстікте 800 адам келуі мүмкін. Той басқарып тізгін ұстап жүргеннен кейін негізгі ауыртпалық ол асабаға, тамадаға, сол тойдың басқарушысына түседі. Сол жерде біздің бір қарнымыз ашатын дүние, енді Ғабекең де біледі ғой, жазу сызудың қағаздың төңірегінде жүрген. Бұл дарақылық. Яғни ешкім той иесі кеп, немесе ащы судан ұрттап алған ешбір адам кеп асабаға айтпайды. Мен өстіп, шалбарымның ауын жыртып, немесе кеудемді шешіп тастап билегім келеді, сен маған солай жасашы деп ешкім айтпайды. Оның бәрін жасап отқан осы көңіліне келмесін енді біздің әріптестер енді. Қалта қампитып, қарын тойдыру үшін арасында тойға шығатынымыз бар. Сол үшін бірақ асабалар ренжіп қалмас деп ойлаймын. Бар. Жоқ емес, жасыратын жоқ. Сондай қадамға барып, қазақ тойды дарақылыққа айландырып, дәстүрді сәл қазақ ұғымынан алшақтатып атқан жігіттер бар. Біз соған сәл қардымыз ашады. Ал бұлақ тойдың болғаны дұрыс. Байқасам, кешіріңіздер, сөздеріңіз бөлгеніме, Дос мырза да сіз де тойды сағынған сияқтысыздар. Жоқ, ол сағынған емес. Бұл сағыныштан емес, қателесесіз. Ұлан асыр тойды сағынған сияқтысыздар. Жоқ, бұл қазаққа, қазақтың дәстүріне, тіліне, қазақ мәдениетке деген жанашырлықтан туып мысалы, бір нәрсені айтып өтейінші. Басқа елге барсаңыз, сіз ол жердің қандай статистикасына қарайсыз? Акиматта жұмыс істеген адамдарды барып танысасыз ба? Әлде жаңағы басқа жерде бірінші басқа елге барған кезде оның мәдениетін, оның тарихын, оның солай сияқты сөйтіп отырып той болмасын моратория деген нәрсе ол миға қонбайтын нәрсе. Сондықтан сол нәрсені қарап сөзіңізді білейінші. Бұл жерде мынадай дүние бар ғой. Мысалы, тойға қаншама адам келеді. Енді ашылып айтатын жерге отырып қой. Тойға қаншама адам келеді, иә. Мысалы, сол тойға Қазақстанда жұмыс жасайды, немесе Қазақстандағы ресми шетелдік өкілдер баруы мүмкін қонаққа. Вот сол жерде Досекең айтып отқан мәдениет деген дүние көрініс табады. Ал егер біз тойға келіп отқан 90% қазақ өзінің мәдениетін сол деңгейде көрсете алмай, керісінше бір дарақылыққа барып жатса, біз ана адамның алдында ұяттымыз. Ол 300 адам бүкіл қазақты масқара қылып тұр да ол жерде. Сосын екінші бір нәрсе, той қажет деп айтатын себебім, қазір онлайн өмірге адамдар үйренді. Жалпы онлайн деген дүние адамдар арасындағы қазақ туыстықты, қазақ қарым-қатынасты барынша алыстатып барады. Онсыз да телефонның ар жағында ғана амандасатын адам жылына бір рет болатын бір әулеттегі тойға барып, жақынымен жүздесіп, құшақтасып, жылы сөзін айтып әңгімелесе алмаса, бұл өте өкінішті нәрсе. Онлайн тойда өтті ғой, естеріңізде бар болса, біздің жұптарымыз онлайн той өткіз, сол жерде. Ол енді хайп деп ойлаймын ғой. Хайп неге? Өйткені онлайн ол санаға кірмейді ол деген. Онлайн кайфы жоқ қой дейсіз. Жоқ. Қалай ол сол нәрсені түсінген онлайн той деп сол нәрсені бір дүркіретіп бір айтатын әңгіме емес соны қойыңыздаршы. Онлайн той болды, онлайн өткізіп жатырмын. Не деген масқара ол деген нәрсе. Бірақ Ғабекең айтып жатқан дұрыс. Кезінде жөн білетін, Ғабиден енді еркелетіп Ғабеке дей береміз ғой. Жөн білетін, жол білетін азаматтар, әулеттің үлкендері жалпы сол тойға өзім деп шақырған қонақтың барлығын танитын адам той басқарып тізгін ұстаған екен. Қазір енді жасыратын жоқ. Екі сөзді өзің айтпақшы жаттап алып, тойда асабалық қызмет атқарып жүргендер бар. Бірақ сөздің сөлі кетіп бара жатыр Ғабеке. Сөздің сөлі кетіп бара жатыр. Әрине, сөздің сөлі кететіні ол жаттанды дүние, іздену жоқ.
Сен өзің бастадың, қандай неде? Иә, Серік мырза, бағанан бері енді айтып жатыр сізге қатысты, асабаларға қатысты біраз пікірлерді айтты. Бірақ енді асабаларға бүкіліне бар су шашуға болмайды. Оның Жоқ, ішінде әрине, тауарлар бар, әлбетте жасандылар біз бар. Өскемен мен бүкіліне бар. Сіз Мен бүкіліне серікке шашып отырмын. Жоқ, бүкіліне сіз шашып отырсыз. Серік Айқайласып кеткен ба? Серікке шашып отырмын. Серік сөйлесін, мысалға ондайлар бар ма? Бар. Сіздер дұрыс айтып отырған шығарсыздар, бірақ енді бүкіл той басқарып жүрген азаматтардың атынан сөйлеуге ешқандай мен құқым жоқ қой. Және де біз айтып отырған типтегі асабалардан бөлек тойдың мәнін, жөнін білетін, сіз қалағандай тойды басқаратын азаматтар да жоқ емес. Бар, ондай азаматтар жетеді. Енді мынадай дүниеде бар да, тойдың жасап атқан иесі болады, той иелері болады, олардың тарапынан да сізге деген ұсыныс болады. Олар айтуы мүмкін, маған беташар керек емес, немесе мен беташарға табақ қоймаймын, немесе беташарды ешкімнің атын атамайсың. Тіпті мен беташар жасамаймын десе де ол кісіге ештеңе жасай алмайсыз. Көрдіңіз ба? Өйткені мен ешкім емес. Сөзіңізге бір қосып кетейінші, той иелері былай болады, беташар жасайсыз, табақ қоямын, бірақ ақшасын өзім аламын дейді. Сонда ол ар жағындағы дәстүрді түсінбей тұр да, көрдіңіз ба? Негізі ашқан адамға ол как сүйінші. Жоқ, енді нарықтық заманда ол бір жағынан дұрыс шығар. Кезінде енді ат мінгізіп шапан жауып сөйтіп шығарған ғой ондай сал-серілердің барлығы. Бірақ қазіргі нарықтық заманға оған да түсіністікпен қарау керек. Өзіңізге тиесілі несібеңізді алыңыз да бетін ашыңыз. Бірақ Қабекең айтып отқандай жаңа бір қарын ашатын дүниелер бар. Қазақтың домбырасын көрмейтін беташарлар болып жатыр қазір. Домбыраның үні естілмейтін беташарлар керек емес деп айтады. Керек емес. Айтпай ма? Мен айтпай-ақ интернетте, соцсеттерде толып тұр. Яғни музыканың сүйемелдеуімен эстрадалық нұсқада айтып, эстрадалық иесі міне отыр. Бұл кісі айтсын. Ал дәстүр қалпында қалу керек. Ол жерде беташарда кеп эстрадамен ашылды. Қысқаша қосып өтейінші, неге эстрадаға? Өйткені қазір мен ойлаймын, қазіргі таңда бізге уақыт жетпейді. Яғни соған қысқартатын сияқты меніңше эстрадаға салып или жаңағы ойлайды, жаңағы нені төмендетіп алмау керек, айтпесе тұра ма солай деп. Мен де қосылаймын әрине. Серік мырза, карантин бізге не үйретті? Қысқа ғана түйін. Экономиканы десейші. Иә, заманына қарай заңы, тауына қарай аңы болады дейді. Хабарласқан атам өз заманының, өз дәуірінің той өту формасын айтып отыр. Ол бүгінгі заманға керегін алып, керегмесін тастау керек. Ал карантин бізге не үйретті деген сұраққа біріншіден адамдар онлайн өмірге үйренді. Екіншіден үнемшілдіктің не екенін, той жасамай-ақ қызының ұлының бақытты болатындығына көз жетті. Ал ең соңғы менің ойлайтын дүнием, қазаққа той тойлайтын емес, ой ойлайтын, ой қуатын, білім қуатын заманның келгенін біраз адам түсінді ғой деп ойлаймын. Рахмет, ойларыңызбен бөлісіп пікір алмасқандарыңыз үшін. Қазіргі өміріміз карантинге дейін және кейінде өзгергені анық. Пандемиясыз мамыражай заманда той тойлап, ағайын жұртпен кедергісіз қауышуды жазсын. Алда ауа райы болжамы эфирде Әйгерім Мұздыбаева, ал 20:00-де главный новости тізгінде Илья Рыбин. Сау болыңыздар.